Мен Аридол бүгін сіздермен бірге слаймды жасап көретін боламын. Және де мен бұл рецептті интернеттен көрдім. Бірінші бізге фейри керек. Және де біздің слаймдарымыз клейсіз және бор қышқылсыз болады. Бірінші біз фейри қосамыз. Және де зубной пастаны қосамыз. Мен достар, осынша қостық. Енді бұның бәрін араластырамыз. Кішкене тұз қосамыз. Және де бұның бәрін араластырамыз. Міне енді бағана немізді слаймымызды енді біз морозилкаға 10 минутқа қоямыз. Ал енді екінші рецепт көшейік. Оған да бізге фейри қажет. Және де шампунь. Және де екеуін араластыруымыз керек қазір. Осынша қосамыз. Енді бұның бәрін араластырамыз. Енді бұл екеуін где-то 20 минутқа қойсақ та болады морозилкаға. Енді үшінші рецепт көшейік достар. Ол үшін бізге зубной паста керек. Енді бұған біз кішкене шампунь қосамыз. Міне. Енді су қосамыз. Осы жететін адам. Енді бұның бәрін араластырамыз. Міне достар, енді кішкене біз тұз қосамыз. Енді бұның бәрін араластырамыз. Біз тағы да тұз қостық, себебі бізде слаймымыз тұзды болу керек. Міне достар, енді біз кішкене сода қосамыз да араластыра береміз бұның бәрін. Міне достар, енді біз бұған кішкене крахмал қосатын боламыз. Және де крахмалды көп қоспаңыздар, себебі крахмал көп қосаңыздар, кәдімгідей слайм емес, песок болып кетеді, кәдімгідей құм сияқты ол. Және бұны бәрін араластыра береміз. Міне достар, бізде осыны крем сияқты болу керек. Және де бұны біз морозилкаға 10-15 минутқа қоямыз. Міне достар, бәрінде күшті болып шықты. Мен не айтып білу, шықпайды кәдімгідей. Қараңыздар, қолымызға ұстап көруге де болмайды деген. Қараңыздар, бұл слайм емес, бұл бекерге заттардың бәрін құртасты достар. Бұл слайм істеудің қажеті жоқ. Бұл рецепт жұмыс істемейді. Қолға кішкене жабысады. Және де мен қазір ойымша бұл крахмалды столдың үстіне кішкене себеміз. Және де үстіне мен өзімнің слаймды қойып қазір араластырамыз. Достар, бізде осындай болып шықты. Негізінде таяқ қылып істесеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Бірақ бізде осындай болып шықты. Матовый достар. Өте керемет, маған ұнады былай. Мен достар, күшті. Былай болады ойнауға. Слайм шықпағаннан қарағанда, осыны ойнаудан жақсы сияқты, менің ойымша. Міне. Достар, бізде осындай болды. Burada тұрды әжептеуір. Бірақ морозилкаде мұз оқыған сияқты. Достар, шынымды айтсам, бұл қолға жабысады. Ал оларда кәдімгідей слаймдар өте керемет болып шыққан еді. Үшінші рецептте жұмыс істемейді достар. Бірақ слайм өте қатты густой болды. Бірақ рецепт не работает. Ал егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Аридол. Келесі кездескенше сау болыңыздар.